Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін біз өте жұмсақ пирожки дайындаймыз. Начинкасында картошкамен. Алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер, және де комментарий, лайк басып қалдырыңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, сонда менің видеоларымда алғашқысы болып көресіздер. Алдымен жұмыртқа мен қантымызды, тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Үстінен жылы сүт құямыз және де жақсылап араластырамыз. Сондай мөлшерде жылы су құямыз. Ұнтақ ашытқымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Барлық керекті заттардың барлығы описание бөлімінде қалдырып кетемін. Сұйық майымызды құямыз. Және де соңында біз ақырындап електен өткізілген ұнымызды саламыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Үстін жақсылап жауып, 1 сағатқа көтерілгенше тынықтырып қоя тұрамыз. Оған дейін салмасына картошкамызды пісіріп аламыз. Үстінен тұз, бұрыш, дәміне қарай саласыздар, және де жуа қоссаңыздар да болады, сүт қосып, жақсы пюре жасап аламыз. Көтерілген қамырымызды кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз, өзімізге ыңғайлы етіп. Бөліп алған қамырымыздың үстін жауып қойып, бір-бірден оқтаумен елеп, ішіне салмасын салып, дайындай береміз. қызып тұрған майымызға салып
екі жағын қызарғанша пісіріп дайындап аламыз. Осылай барлығын дайындап пісіріп шығасыз. Астарыңыз дәмді болсын, өздеріңіз дайындап көріңіздер. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, қоңырауша белгісін басып, тіркеліп кетіңіздер менің каналыма. Сау, саламатта болыңыздар.